Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Дананың сөзі, ақылдың көзі» бөлімі бойынша Ақтамберді жыраудың күлдір-күлдір кісінетіп толғауы. Оқу мақсатымыз шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бағалау критерийі оқушылар шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырады. Тарихи және көркемділік құндылығын бағалай алады. Дананың сөзі, ақылдың көзі бөлімі бойынша біз жыраулар поэзиясын өтіп жатырмыз. Жырау кім? Жырау өз жанынан жыр шығарып айтатын және эпикалық дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының өкілі. Жыршы. Жыршы жыр айтушы, таратушы. Қазақ ауыз әдебиетінде өлең, жыр, қисса, толғау, дастандарын жатқа айтатын жан. Ақтамберді сарылы жоңғарларға қарсы жорықтарға қатысқан батыр. Ерлік қимылды аңсаған қаһармандық күрестің жалынды жыршысы. Заман қауымына танымал жырау, аты әйгілі ақын. Ақтамберді жырау қолбасы қазақтың көне тайпасының жыраулық мектебінің белді өкілі, дипломат. Найман тайпасының Қаракерей руының сыбан тармағынан шыққан. 12-де аттанып қылыш шілдің білекке дегеніне қарағанда күреске ерте араласқан жауынгер жырау санатына жатады. Тұрмыстың қыр-сырын, отбасы, елдік, ерлік, жер мәселелерін жырларында жақсы бейнелейді. Қысқа нақыл шешен сөздердің шебері. 1742 жылы орта жүз рубасшыларының Орынборда ант беру жиналысына өкілі болды. 1738-1752 жылдары қазақ қалмақтың қанды қақыстарының барлығына дерлік қатысқан. Ақтабан шұбырынды оқиғасының зұлмат қан кешуінен бастан өткерген. Ес білгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстінен түспей, елі мен жерін қорғаған қас батыр, айтулы шешен, қабырғалы би, атақты жырау. Қазақ жауынгерлерінің азаттық, құлдық жөніндегі түсініктері, көшпелі халықтың тыныс тіршілігі, болашаққа деген сенімі, адалдық, жауыздық, қиянат, әділетсіздік хақындағы таным түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп жыр толғауға айналған. Ақтамберді өз ғұмырнамасын толғауларына көркемдік қуаты зор, келісті нақыштармен түсірген. Шығармалары зиялы зергердің қолтаңбасын танытады. Әлі де қолға түспеген толғаулары ел аузында сақталуы ықтимал. Қазіргі қолда бары 300 жылдан аспай, азғантай қазынасының өзі афоризмдерге толы. Күмбір-күмбір кісінетіп, уа қарт бөгенбай, менімен ханым ойнаспа, жауға шаптым ту байлап, заманым менің тар болды, және тағы басқа өлең толғаулары батылдыққа, ізгілікке, патриоттық күй сезімдерге толы. Жауынгерлік поэзиясының үздік үлгілері күлдір-күлдір кісінетіп. Енді келесі бейнетаспаға көз жүгіртейік. Ақтамберді жырлары көшпенді қазақтардың ой арманынан, мақсат мүддесінен елес береді. Сахара тұрғындардың өмір тұрмыс жайлы түсінігін бейнелейді. Жыраудың кейбір толғауларынан халқымыздың мінез болып ерекшеліктері, болмысқа өзіндік көзқарасы айқын аңғарылады. Ақын өмір ағысында бір мұратқа жетем деген жан әрекет қозғалыста болмақтығын, тірліктің бітпес күрес, рақаты мен мехнаты алма-кезек ауыз түйіп жатқан арпалыс әлем екенін бар шығармасында құлаққа қысетіп отырады. Күлдір-күлдір кісінетіп атты толғауында ақын өз жырларындағы бар мұратын,
барша қасиеттерді түйіндей топтастыра толғайды. Ақын арғымақ біліп қол бастап, елін сыртқы жаулардан қорғап, бейбіт заманға жеткізіп, өріскі мал сыймай дәулеті тасып, ұрпағының саны мен мерейі асып жатқан күнді көрсем деген асыққа қарғанын үміт пен сенімге толы осы толғауында зор шабытпен жырлаған. Толғау аллитерация ассонанстық дыбыс қайталаулар мен түйдек образды тіркестермен қатар асқақ қаһармандық рухта айтылуымен ерекше әсерлі. Күлдір кісінетіп, күреңді мінер мекенбіз, күдерден балтағы бақ күрең кегер мекенбіз, жағасы алтын жеңі, жез, шығыр торбай көз сауыт киер мекенбіз. Ор қояндай жүгінтіп, аш күзендей бүгінтіп, жолбарыспай шұбарды таңдап мінер мекенбіз. Сол шұбарға мінген соң, қоңыраудың айза қолға алып, қоңыр салтын төске алып, қол төңкерер мекенбіз. Жалаудың айза жанға алып, жау қашырар мекенбіз. Тобыршықты әндіген толтыра тартар мекенбіз. Тобылғы түбі құралай, бытыратып атар мекенбіз. Жарлауға біткен жапырақ, жамылсақ тоңар мекенбіз. Жазыққа біткен бүлдірген, соғынсақ тояр мекенбіз. Тобылғы сапты қамшы алып, мойын ат мініп, қоныстағырар мекенбіз. Ел жазылып жайлауда, жақсылар кеңес құрғанда, мұртымыз өрге шаншылып, бұрында сөйлер мекенбіз. От басар орны отаудай, қабырғасы халық орнаған жонсаудай, ор қояндай қабақты, қиған намыс құлақты, сарымсықтай язулы, саптаяқтай ерінді, қидасын кәрі желікті, омырауы есіктей, ойынды етіп бесіктей, табаны жалпақ тарланды, таңбалақ мінер мекенбіз. Сол тарланға мінген соң, өзенді өзен су, өрлерді жортар мекенбіз. Аңдысы үрген дұшпанның бұлтта шыққан ғайбетті, мұнардан шыққан күнбетті, айттырса бермес сұлуын, әппақ қылып маңдайын, бұғақ қылып таңдайын, қиылдырып қастарын, төгілдіріп шаштарын, күнінде аламанға тегін олжалар мекенбіз. Ендігі кезекте балалар топтық жұмыс. Біз Ақтанберді жырау туралы деректерді тыңдадық. Күлдір кісінетіп өлеңін мазмұнын білдік. Енді біз топтық жұмысты жалғастырайық. Бірінші топ Ақтанберді жырау туралы не білдік? Екінші топ жырау күлдір кісінетіп толғауында елдің бақытты өмірін қандай күйде көреді? Үшінші топ күлдір кісінетіп толғауының ерекшелігі неде? Төртінші топ толғаудағы жырау арманын топтастыру сызбасы арқылы көрсетіңдер. Екінші тапсырмамыз екі шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырып, шығармалардың тарихи құндылығына қатысты ойыңызды қорытындылаңыз. Бұл жұптық жұмыс. Біз өткен сабақта Жалкиіздің Битемірге бірінші толғауын өткен болатынбыз. Бүгінгі тақырыбымыз күлдір кісінетіп толғауы Ақтанберді жыраудың осы екі толғаудың тақырыбын, идеясын жазып салыстырамыз. Және өзіміздің ойымызды жазамыз тарихи құндылығына қатысты. Дескриптор шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен айырмашылығын анықтайды. Екі шығарманы салыстыра талдайды. Шығарманың тарихи және көркемділік құндылығына баға береді. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру. Пайдалы үш нәрсе тәсілі арқылы жүзеге асады. Бүгінгі сабақта сен қандай пайдалы үш нәрсе жасадың? Келесі, сен келесі сабақты қалай өзгертер едің? Үшінші, оны қалай өзгертесің? Яғни өзіңнің ойыңды жазасың. Назар аударғаныңызға рахмет.